Қайырлы күн балалар. Бүгінгі міне осындай өрнектік шамдаңыздар деген есеп берілген. Бұл олимпиада есептерінде көптеп кездеседі. Осындай типті есептер көп. Енді бұны біз оңай тәсілмен шығаруды үйренейік. Енді мұнда біз не істейміз? Осы міне тұрған әрбір көрсеткішті, мына жерде мен оның түсін қызыл қылып алып алайын. Міне осы әрбір көрсеткішті, міне мынаны түрлендіреміз. Оны қалайша түрлендіреміз? Қазір көрсететін боламын. Біріншіден, бірінші өрнекті түрлендіріп алайық. Ол дегеніміз Б бөлінген А қосылған А жақшаның ішінде А қосылған Б тең болады. Бұны біз қалай жаза аламыз? Бұны біз А қосылған Б азайтылған А бөлінген А қосылған А жақшаның ішінде қосылған Б деп жаза аламыз. Бұл дегеніміз Б-дан біз А-ны қосып, А-ны азайтсақ, ол өзгермейді. Яғни Б қалады деген сөз. Енді бұны біз жіктесек, бізде 1А минус 1А қосылған Б. Осылай жіктей аламыз. Енді біз егер мынаны қазір осы өрнекті орындасақ, ол бізде мынаны береді екен. Осылай жазып аламыз. Ендігі кезекте екіншісін түрлендірейік. Екіншісі бізде С А қосылған Б көбейтілген А плюс Б плюс С. Осы жерден біз оны түрлендірген кезде 1 А қосылған Б минус 1 А қосу Б қосу С деп түрлендіріп ала аламыз. Ендігі кезекте үшінші өрнегіміз, оны көк цветпен жазайық. Ол дегеніміз Д А жақшаның ішінде қосу Б қосу С көбейтілген А қосу Б қосу С қосу Д. Бұл дегеніміз 1 бөлінген А қосу Б қосу С минус 1 А қосу Б қосу С қосу Д-ны береді екен. Осы жерде енді осы өрнектерді мына шыққан әрқай мынау шыққан өрнектерді біз бір-біріне қосайық. Яғни бізге бұны түрлендіру керек қой. Түрлендіріп алған соң біз қосамыз. 1 бөлінген А азайтылған 1 бөлінген А қосу Б қосылған 1 бөлінген А қосу Б минус 1 бөлінген А қосу Б қосу С қосылған 1 бөлінген А қосу Б қосу С минус 1 бөлінген А қосу Б қосу С қосу Д қосылған қосу 1 бөлінген бізде бағана қалды А қосу Б қосу С қосу Д және де азайтылған 1 бөлінген А қосу Б қосу С қосу Д. Бұл жағдайда бізде енді бұдан барлығы қысқарады. Қарамен жазайық. Міне А мен Б бізде қысқарады, мынау мен мынау қысқарады, мынау мен мынау қысқарады. Енді қысқарғандарды алып тастап, бізде аяғын 1 бөлінген А азайтылған 1 бөлінген А қосу Б қосу С қосу Д қалады екен. Осы жерден біз тең деп алып аламыз да, оны ортақ бөлімге келтіріп, бір-бірінен азайтамыз.
сол кезде бізде ортақ бөлімге келтіргенде а қосу б қосу с қосу д, бізде а қосылған б қосылған с қосылған д, мынаған береміз біз оны, осы қалады. Және де азайтылған мынаны бөлген кезде мына жерге бар, иә, азайтылған сонда бізде мен қысқарған кезде б қосу мынау қысқарады, б қосу с қосу д бөлінген көбейтеміз жақшаның ішінде қосылған б қосылған с қосылған д. Міне өрнегіміз шықты. Жауабы дайын.